Ой, мен ана жерде ішім пысып кетті. Мына ауылда бар ғой, мен жалғыз өзім мына түр ішім пысып кетті ғой. Мынау дейтін сәбіздерді алып жұмыс істей беріп жалғыз өзім ауылда қарда жаумай жетелерде кетіп қалды бар ғой. Надел уже дейтін оларда бір обязательно қар керек па бірдеңе оларға да бар ғой. Кстати, мен біріңе сәлем қалдырын қалайсыңдар ма? Бүгін мен шайзи мен жаңа видеома қош келдіңдер сыр. Бүгін біз дейтін істейтін боламыз. Сырым білмеймін не істейтініміз. Короче сыр, бүгін біз дейтін енді яғни осылай енді өзіміздің күндегі жұмысымызды жасайтын боламыз. Так, сендерге айта кетейін достар, бүгін мен ауылда енді жалғызбын достар. Прям өте кәдімгі жалғызбын. Өткен достар не достар, мына жерде жетелер келіпті ғой, кәдімгідей. Все, қазір мыналарды бәрін орнына қойып жіберемін. Все, кеттік. Достар, қазір мен сені түсіндіре кетейін бірінші жетіне, достар. Қысқасы достар, яғни осы бізде кеше ғана қар жауды, сосын тағы қар жаумай қалды. Сосын жетелер ренжіп, яғни басқа ауылға кетіп қалған болатын. Енді достар, енді қазір енді неғып келген білмеймін достар, бірақ қазір келіпті қайттен. Қазір барып көрейік, неғып келген, бірақ жақсы ол келгендерші. О, сәлем, қалайсыңдар жетелер? О, сәлем шайзи. Кстати, әлі қар жаумады ма? Жауды, не қар құмнаның барлығы көріп түсін ба? Не бір қосып түсін, енді көріп түсін ғой, әлі қар жауы жоқ, енді содан бері дейтін әлі қар жауы жоқ. Көріп түсін ғой, не маған өзінше жындысың ба сен? Кстати, сендер не ақ кетіп қалыңдар оны? Маған ештеңе айтпаңдар, мен сендер сонда какой-то қар жаумаған үшін сендер кетіп қалыңдар ма біздің ауылдан? Менде сондай болып тұр ғой, өйткені біз қыста ойнағымыз келеді деген сияқты, қар лақтырғымыз келеді, анау бар ғой, низат жасағымыз келеді деген сияқты ғой, енді дейтін, анау деген сияқты, Новый год деген сияқты, қар өткізгіміз келеді, енді сондай. Енді мақұл, енді қар жаумаппыз енді осындай, енді не істейсіңдер сендер? Не істейсіңдер дегенде біз енді қайттан кететін шығармыз, білмеймін енді. Қайттан кететін шығармыз? Ой, достар, короче дейтін, мына жетелер қайтадан кетейін деп отыр. Блин, мен достар, мен өте қуанып едім достар. Ойлаңдаршы, яғни бұл ауылды уже қысқа айтқан кезде, яғни бұл жетелер не үшін екендігін бөлім достар. Вообще ұнатпайды біздің ауылда бар ғой, кәдімгідей. Қазір сөйлейінші, кәдімгідей барып. Жетелер, сендер неғып біздің ауылды ұнатпайсыңдар? Сендер дейтін, неғып өздерің туылған жерлерің ғой, неғып сендер кете бересіңдер басқа ауылға? Өйткені басқа ауылда измұрттар көп деген сияқты ғой, біздің ауылда дым жоқ құрсын бар ғой, надоел шаршап кеттім. Шаршап кеттім дейсің ба? Дұрыстап сөйлемейсің ба десең? Маған, енді саған сендерге измұрт керек па сонда? Әрине, измұрт керек қой бізге. Окей, маған кете беріңдер, мен дейтін өзіммен жүрем ғой, мен жалғыз, олда өзім жүре берем. Жүрсіз, сені бізден кетпейсің ба? Біздің ауылда қар бар деген сияқты, барлығы қызық біздің ауылда, жүрсе бізбен бірге. Жоқ, бара алмаймын, мен өзімнің ауылыма, өзімнің егінім бар деген сияқты, оларға қарауым керек деген сияқты ғой, мақұл кеттім салыңдар, өздерің кете беріңдер, Мақұл ше, сау бол. Давай. Короче, достар, мыналар уже дейтін енді кетейін деп жатыр екен, достар, неғып екен білмеймін, как-то маған жіберем келмейді жетелерді. Өйткені достар, ауылда өте жалғыз өзім ғана тұрамын. Ойлаңдаршы, достар, уже надоел, серьезно ше. В общем, достар, сондай мыналарды сала жіберем, все болды, достар. Мынаны сала жере салайын, мынаны сала жередім, все достар. Қазір енді достар, ойлаңдаршы, енді оларға біздің ауыл вообще ұнамайды екен. Енді білмеймін неге ұнамайтынын. Достар, хотя менде бір идея болып тұр ше, короче, яғни бүйтейін бе деп отырмын да, ойлаңдар, осы ауылды полный измұртқа айналдыратын болса, мен достар енді жетелерге ұнайды деп ойлаймын. Өйткені достар, жетелерге сендер білесіңдер ғой да, всегда измұрт оларға жетпейді, және де оларға измұрт өте қатты ұнайды достар. Сол үшін енді мен ойлап тұрмын достар, осы ауылдың барлығын измұртқа айналдырсам, әрине жалғыз өзім жасам өте қиын менің, бірақ мен өзімнің қасыма кімді шақырамын білесіңдер ме достар? Егер сендер бұрын анамнан келе жатқан адамдар болатын болса, яғни мен строитель жетел шақыратын боламын, достар, ол өте керемет үй соғады, прям айта алмаймын достар, айта алмадым типа деген достар. Короче, қазір мен оларға звондаймын да, мен қазір бізге ол материал алып келеді, и біз дейтін бірге, яғни өзіміздің осы ауылымыздың барлығын, яғни изумруд, алтын дегендерге ауыстыратын боламыз. Өйткені достар, біздің ауыл уже дейтін жетелерге ұнамай қалыпты. Енді не істейміз достар? Енді жетелерді қалай болса қайтару керек біздің ауылға. Өйткені достар, жетелерді білесіңдер, олар дейтін біздің ауылда қанша жұмыс жасайды, анау мынау деген сияқты. Енді қазір барлығын қайтаруға тырысатын боламыз достар. Қазір мынаны ала салайын деп айтты, мынаны ала салайын. Все. Қазір үйге кіріп, мынаны дұрыс егін онан бәрін ала салайын бірінші дейтін достар. Все, қазір мынаның бәрін ала алайын. Болды достар.
мыналар көрдүңөр ма, желдер карамагандыктан уже карана бирөө өсүп жатыр, бирөө жаман, бирөө вообще өспөй калган, бирөө өсүп кеткен достор. Сол үчүн бизге енді жетелерди кайтадан кайтаруу керек достор. Все, қазір енді мен үйүмө барып, қазір өзүмдүн досума звондайтын болам. Я қазір все, қазір эсик жабайын, қазір келим деп айтып еді ғой, кайда экен? Все, келип тургум міне. Достор, короче, силер биздин менин досум келипти. Во, міне заттарды алып келипти. КамАЗ дейді ғой, кәдімгі көтерип кеткен өзүнчө. О, салам, Шайзе, қалың қалай? Шүкір, жақсы, өзің қалайсың? Чорсам, мынандай материалдар барын алып келдің бе? Ема, красавчик, саған үлкен рахметімді айтамын. Ема, кәдімгідей базар жоқ, рахмет саған. Оқасы қой енді өзіміз деген сияқты. Чорсам, бұл алмазар сен үшін саған не керегі бар? Яғни изумруд дегендердің неге бұндай блоктарды алдырдың? Неге дегенде, короче, ауылды полныйды неге ауыстырайын деп отырмын ғой, то есть яғни сондай бір байша, типа сондай қылайын деп отырмын осы біздің ауылда. Да, мен де саған көмектесейін де, жалғыз өзің менде қазір тем бор уақыт бар деген сияқты. Давай сразу көмектесейін де, мен саған дейтін, екеуміз бірге соғайық. Давай соғышшы мен. Онда мен қазір мына жерде материалдарды аламын, сен де өзің материалды алып ал да, сосын екеуміз бірге соғамыз. Давай ма? Бол, давай сен бара бер, давай сен оң жағы мен сол жақ деген сияқты ұра сала береміз ғой да, давай сау бол. Сау бол дегенде ше, сен ана жақты, сен ана жақты жасасай, в общем дейді, мен ана жақты жасаймын, давай ма? Давай. Все, давай. Короче, енді біздің кәдім маған жедел досым маған көмектесейін деп жатыр, яғни мен аналарды жасайтын болсам, ол дейтін ана жақтарды енді ол соғатын болады, яғни осындай бір яғни изумрудтен блок дегендерге ауыстыратын болады. Қазір біз сендердің көздеріңше мен дейтін осылайынан өзіміздің ағаштарымызды сындырып, мен олардың орнына не қоям? Әрине алтындарды қоятын боламыз. Өйткені алтындар енді сәл болсын дешевый деп, яғни сәл болсын типа арзандау, яғни көп шығады, то есть яғни сол үшін қазір бірінші болып біздер яғни осыларды ауыстыратын боламыз, яғни ағаштарды десем де болады. Все, қазір ауыстырып шығамыз. Все, былай ауыстырамыз. И қазір біз дейтін ең соңғысы мынау, яғни осыларды изумрудқа айналдыратын боламыз. Өйткені мен ойлаймын, менің өзіме де ұнайды изумрудқа ең бай сияқты өмір сүрген. Бірақ көресіздерміз, яғни енді жетелдер енді ауыл біздің ауыл өте керемет болу үшін жасап жатырмын бұның барлығын. Ато былай егер өзім жасамайды дедім. Все, осылар қазір мынаны бәрін бітіріп тастайтын боламыз. И все, достар. Вот, достар, сендер үшін енді сразу өтіп кетті, мен үшін енді сәл уақыт өтті. Достарынан қараңдар, мына блок не істеп тұрғанын білмеймін десің, не айтамын, енді қиыс қойып қойдым мен, достар. Сондай болды. Қазір достар, енді біз мына жақтардың барлығын осындай солындайға ауыстыратын боламыз. Яғни мына жақтарын ауыстырып жіберейін мен дейтін. Қазір азғантай ғана қалды, өте достар, өте аз қалды, қараңдар. Қазынан бәрінен былай ауыстыра салатын боламыз, достар, мынаны қараңдар. И қазынан ішінде ауыстыра саламыз да, давай, достар. Мұны өте әдемі тұрады, по-любому дейтін. Давай, сонда да деп ауыстыра саламыз барлығын. Все, достар. Қазір былайынан ауыстырамыз, и былай, вот, көрінер ма? И былайынан, и біз тоқындар. Вот, көрінер ма? Ой. Дұрыс қойып жатырмын ғой, дұрыс қойған жоқпын мен. Мағылсыра, біз келесі осылайын жасайтын боламыз, дұрыстап, енді қазір біз полный ауылды ауыстырып шығуымыз қажет. Достар, ойлаңдаршы. Все, бәрін бітірдім да, все. Достар, короче, ойлаңдаршы, яғни мен мына жақтағы барлық заттарды тауайсыз, үйлерді барынша мен изумрудқа айналдырдым. Енді бізде қалғаны мына жақ қана қалды десем, мына жақты барлығын жетел досым дейтін жасап тастапты ғой да, кәдімгідей барлығын жасап, базар жоқ мына жақтың. Енді бізде мына жақтар кім жарып кеткен вообще, жетел, досым қалайсың? Чотам нақтан бәрін бітіріпсің ғой, почти қара мыналар ғана қалыпты ғой да? Шайыз, қана осылар ғана қалды ғой, енді қазір оның барлығын бітіріп тастаймын. Сосын ана жақты қарашы, сол жақты бітіріп қайту керек қой, сен бітіріп қайтасыз ба, әлде өзім бара берейін ба? Ана жаққа ма? Енді давай өзім барам ұчыша. Так, былай істесен, қазір мыналарды, яғни жаймен жасап шық, саған қысат үлкен рахмет, давай. Мен мына жақтарды жасай берем, Все, болды, Шайзе. Давай. Достар, қазір ойлаңдаршы, енді қазір жетелдердің қазір 1-2 сағат ішінде келеді деп ойлаймын, достар. Қазір олар келсе қаншама қуанады, достар, ойлаңдаршы, мақсар. Қазір біз дейтін қазір өзіміздің яғни жақтарымызды барлығын жасап тастайтын боламыз. Сосын достар, мен сендерге көрсетем, яғни біздің ауылдың қалай шыққанын деген сияқты, немесе жетелердің қалай қуанатынын, достар. Қазір мен дейтін бізде мыналарды бірінші жасап шығайын, все.
Все, қазір мынаны қоямын, осы қазір бітіре жіберсем болды, сонымен қазір мен бәрін бітіремін, сонымен все. Болды, барлығы өте керемет шықты ғой, ауылдың барлығы енді дейтін кәдімгідей изумруттан. Біздің ауылымызға не болған вообще? Вау, изумруттар ма мыналар? Жерлер келіп тұғым. Короче, что там, қалайсыңдар жетел? То есть, что там, неғып келдіңдер негізсендер? Неғып келдің деген есе, бұл біздің ауылымыз емес па енді, мынан барлығы кім жасады? Не деген изумруттар мынаның барлығы, сен ма жасаған? Ну, Ма, шайзер, саны үлкен рахмет, біз сонша қуантады деп ойламадық. Серьезно, шынымен кәдімгідей барлығы жерлер саған рахмет айтады. Үлкен рахмет, енді біз бұл ауылдан кетпейтін боламыз. Кетпеңдер, сендер кетсеңдер бұл ауыл дейтін құрғап бачыс болады, мен жалғыз өзім еще өмір сүре алмаймын деген сияқты ғой. Сендерге де рахмет, Болды, рахмет, ма, қазір өзімізді үйімізде кіріп көре берсек бола ма? Әрине кіріп көре берсеңдер болады, мақұл, онда өздерің үйлерін кіре беріңдер, сендер кеше қайда кетпесіңдер ғой да? Жоқ, кетпейміз әрине. Все, давай салыңдар. Короче, достар, ойлаңдаршы, бүгін біз дейтін достар, не істегенімізді білесіздер, достар, ойлаңдаршы, жеделдер енді ешқайда кетпейтін болады, достар, яғни енді бізде енді қар жаумаса да, бізде зато изумрудный ауыл бар, достар, ойлаңдаршы, изумрудный, достар, бұл өте ұзақ және де өте қиын болды деп ойлаймын менің ойымша, достар. Егер сендерге бүгінгі видео в общем, достар, сендерге бүгінгі видео ұнаған болса, лайк басып, ана тіркеуді ұмытпаңыздар. Келесі видео ертең шығады деген ойдамын, ше салыңыздар. Давайте салыңыздар,